ғалым, бұл гректің ғалымы біздің заманымыздан бұрынғы 287 және 212 жылдары өмір сүрген. Бұл кісі өзі ойламаған түрде экспериментті физиканы ашқан болатын. Яғни экспериментті физиканы ашуына не себеп болды? Бір күні патша өзінің сарайына шақыртып, оған мына тәждің құрамында маған сап алтыннан ба, әлде қоспа бар ма деп, қоспа бар ма анықтап бер дейді. Яғни ол Архимедке айтады: сен тәжді бұзбайсың, сындырмайсың, ертіп балықтап қайтадан қимайсың дейді. Сонда Архимед алып кетеді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін ол бұл сұрақтың жауабын таба алмай, хан сарайына бармақшы болып ваннаға түседі. Ваннаға су толтырады. Ваннада су толтырып болғаннан кейін ваннаға өзі шомылуға кірген кезде, ваннаға түскен кезде судың деңгейі көтерілгенін байқайды. Сол кезде ол сүлгісін орап алып, хан сарайына дейін жүгіріп барады. Яғни ол жерде ол Еврика деп айқайлап барады. Яғни оны қазақ тіліне аударған кезде мен таптым деп айтып жүгіріп барады. Яғни ол жерде оның негізгі эксперименті қандай болды? Оның эксперименті тәжді алып, ондай суға салады. Яғни суға салған кезде судың деңгейі көтерілгендігін байқайды. Сол арқылы ол алтынның және күмістің басқа да қоспалардың тығыздықтарын салыстырады. Темірді салады, алтынды салады, таза алтыннан салады. Сол арқылы ол осы тәжірибе негізінде экспериментті физиканы енгізген болатын. Эксперимент нәтижесінде суға тәжді салады. Салған кезде судың деңгейі көтеріледі. Ал қайтадан сол темірлерді алған кезде судың деңгейі бастапқы орнына келеді. Бұл жерде біз Архимедтің негізгі экспериментін көре аламыз.